Сәлем достар! Бүгін Дана мен бірге сіздермен тағы да нейрогимнастиканың басқаша түрімен бөлісеміз. Біз көбіне оң қолмен жазамыз, біздің сол жақ миымыздың жарты шары белсенді болады. Сол қолымыз икемсіз, көп нәрсені сол қолмен жасамаймыз, сол қолмен жаза қоймаймыз. Біздің миымыздың оң жақ жарты шары үнемі ұйықтап жатады. Яғни ол өте ақырын қимылдайды, баяу қимылдайды. Ол жердегі нейрондар өздігінше пассивті түрде жатады. Және жаңадан туыла бастаған нейрондар көбінесе біздің оң жақ жарты шарымызда сол туылған күйінде қайтадан өліп кетіп жатады. Соны болдырмас үшін сәбиден бастап қарияға дейін осы жаттығуды күнделікті жасайтын болса, ол адамдардың миында белгілі бір ерекшеліктер пайда бола бастайды. Сонымен бүгін біздің көрсететін жаттығуымыз қабырға, жұдырық, алақан. Қабырға, жұдырық, алақан, қабырға, жұдырық, алақан, қабырға, жұдырық, алақан, қабырға, жұдырық, алақан. Ақырын жасап үйреніп алғаннан кейін оны жылдамдатамыз. Қабырға, жұдырық, алақан, қабырға, жұдырық, алақан, қабырға, жұдырық, алақан, жұдырық. Осы жаттығуларды жасап жатқан кезде ақырындап күрделендіреміз. Қалай күрделендіруге болады? Тіл ұстарту жаттығуларын жасауымызға болады, немесе жаңылтпаш айтуымызға болады. Мысалы айтайық. Жарайды. Қандай жаңылтпаш айтамыз? Қайрат, қайрап отыр айтамыз ба? Кеттік. Қайрат, қайрап отыр, қайрақпен балта қайрап отыр. Шеше, неше кесе сынды кеше. Шеше, неше кесе сынды кеше. Кеттік. Жаңылтпаштарынан жаңылсыңқырағандарың, жаңылсыңқырамағандар, жаңылсырмасаңдар сайшы. Жаңылтпаштарынан жаңылсыңқырағандарың, жаңылсыңқырамағандар, жаңылсырмасаңдар сайшы. Егер жаңылтпаш айту, тіл ұстарту жаттығуларын айту қиын болатын болса, осы жаттығуды жасап отырған кезде аузымызға, артикуляциямызға, яғни біздің сөйлеуімізге қатысатын барлық бұлшық еттерді дамытатын жаттығулар жасаймыз. Ол қазір көрсетіп өтем, доп домалайды, немесе футболист жаттығуы. Қолымыз жұмыс жасап жатады, аузымызды жұмып, тіліміз екі ұртымызды итереді. Доп домалайды. Осы уақытта қолымыз нейрогимнастиканы жасап жатады. Доп домалайды. Яғни алғашқы 7 минутта қолыңыз нейрогимнастика жасап жатса, аузыңыз артикуляциялық жаттығуларды жасап, екі қоянды бір оқпен атуға болады. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.